Жұмысы жүрген жастардың саны жағынан еліміз бойынша Қарағанды облысы көш бастап тұр. Дипломы бар, бірақ екі қолға бір күрек таппай жүрген 6000 жас болса, 9000 қыз жігіттің не жұмысы, не алған білімі жоқ. Олар кімдер? Осыны анықтап, мемлекеттен жасалып жатқан көмекті түсіндіру үшін бүгін ақпараттық керуен жолға шықты. Жастар жылы аясындағы игі шара жөніндегі тілшіміз баяндасын. Жастар үшін деп аталатын жастар қозғалысы ауыл-ауылды аралап, құрамындағы әр саланың мамандары жан-жақты кеңес бермек. Қалай тегін білім алуға және жұмысқа тұруға болады, кәсіп ашу үшін қандай құжаттар керектігі жастарға кеңінен түсіндіріледі. Айталық, биыл Қарағанды облысына 700 грант бөлініп отыр. 500 мың теңге көмек қаржы өз ісін бастағысы келетін жас бизнесмендерге беріледі. Осы біздің Қарағанды облысындағы әрине жұмыс істегісі келмейтін, оқығысы келмейтін жастар саны республика бойынша ең жоғары көрсеткіш. Бұл кімдер? Осыны анықтап, нақты жұмыс істеу үшін жастардың олардың ат жөндерін біліп, қайда немен айналысқысы келеді, қайда оқығысы келеді. Осы мақсатпен біз осы ауылды жерлердегі жастарды, жұмыс істемейтін жастардың басын біріктіріп, оларды осы мемлекеттік жасап жатқан бағдарламаларды түсіндіріп, мотивациялық лекциялар оқып, олардың мысалы қайда жұмысқа орналасуға болады, қандай бизнес ашуға болады, осының барлығын түсіндіретін бүгінгі таңда осы жастар жылында өткізіліп жатқан іс-шаралардың бастысы осы болып тұр. Керуен жолға шығуға дайын. Оның құрамдағы мемлекеттік мекемелер, даму қоры, Қазагро қаржылық институтының өкілдері, Жас отан жастар қанаты және банк қызметкерлері аудандарда жұмыссыз жастармен кездеседі. Себебі осы жобаның арқасында ел ішінде көптеген жаңа ойларын көрсете алмай жүрген, яғни оны патентталмай жүрген жастарға кәсіпкерлер ретінде көмек беріп, алға қарай оларға қойған қадамдарын іске асырылуға үлкен көмек беріледі. Жастар үшін қозғалысы өз жұмысын Теміртау қаласынан бастамақ, әрі қарай жыл бойына бекітілген жоспарға сәйкес барлық қала мен аудандарды аралап шығады. Райхан Сәрімбек, Ғабиден Құрышбеков, Аман Хамид, Сарыарқа.